2020 жылы Польша үкіметі түсік жасауға түбегейлі тыйым салғанда елде үлкен резонанс болды. Адамдар жаңа заңға қарсылық танытып, митингке шықты. Польша және басқа елдерде аборт жасатқан адам қалай жазаланады? Ол нәрсе ел жағдайына қалай әсер етіп отыр? Видеода тарқатып айтамыз. 1993 жылы қабылданған отбасын жоспарлау, рухты қорғау және жүктілікті тоқтату шарттары туралы заңы бойынша ана өміріне, денсаулығына қауіп төнсе, рухтың даму ақаулары жоғары болса, зорлау немесе инцест болған жағдайда ғана түсік жасауға рұқсат еді. 2020 жылдың 22 қазанында Польша Конституция соты жаңа заңға сәйкес енді мүлдем аборт жасауға болмайды деді. Бұл жаңа жарлыққа көп адам қарсылық танытты. 30 қазанда ел астанасы Варшава көшелеріне 80 мың адам наразылық акциясына шықты. Газета Виберча жүргізген сауалнамада респонденттің 59% заңнаманың өзгеруіне наразы екенін көрсетті. Олар бұл шешімді әйелдер үшін тозаққа теңеді. Ал Польша премьер-министр орынбасары Ярослав Качинский наразылық білдірушілерді елді құртуға тырысып жатыр деп айыптады. Дегенмен қарсылық танытушыларды қолдаушы азаматтар да бар. Швецияның гендер теңдігі жөніндегі министрі Оса Линдгаген 1960 жылы швед әйелдері Польшаға барып аборт жасауға мәжбүр болғанын алға тартып, енді Швеция поляк әйелдеріне репродуктивті денсаулық сақтауды қамтамасыз етуге уәде берді. Ресейлік BBC News бірнеше елдегі абортқа қатысты заң шарттарын жариялады. 98% елде адам өмірін сақтап қалу үшін, 60% елде зорлау салдарынан жүкті болса, аборт жасауға рұқсат. Тек 30% мемлекетте ғана әлеуметтік және экономикалық фактор абортқа себеп бола алады. ақш-та аборт 1973 жылы заңдастырылған. Бірақ Дональд Трамп билікке келген жылы түсік жасатуға рұқсат беруде мәселе пайда болды. Президент үнемі консерватив сайлаушылардан қолдау күткен соң аборт жасауға қарсылық білдірді. 2019 жылдың 7 мамырында республика губернаторы Джорджен Брайан Кэмп жүрек соғысы туралы заңға қол қойды. Ана жатырындағы ұрық дамып, жүрек соғысы естілгенде әйелге жүктілікті тоқтатуға тыйым салынады. Дәрігер жүктіліктің 6 аптасында сонография көмегімен жүрек соғу жылдамдығын тыңдай алады. Бірақ жүрек соғысы жүктіліктің 21 күннен кейін басталады. Бұл дегеніміз, әйел өзінің жүкті екенін дер кезінде түсініп үлгермеуі де мүмкін. Ресей аборт саны бойынша әлемде көш бастап тұр. Бұл елде түсік жасату міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне енгізілген. 1993 жылы елде азаматтардың денсаулығын сақтау туралы Ресей Федерациясы заңнамасының негіздері заңы қабылданды. Оған сәйкес, әрбір әйел ана болу мәселесін өз бетінше шешуге құқылы. Дегенмен, елдегі көптеген діни ұйым түсік жасатуға қарсы. Алайда Ресей заңнамасы бұл мәселедегі ең либералды заңдардың бірі болып саналады. Мексика, Андорра, Лихтенштейн, Мальта, Біріккен Араб Әмірлігі, Монако, Аргентина және Чилиде ана өміріне қауіп төнген жағдайда түсік жасатуға рұқсат берілген. Андоррада әйел адам бұдан басқа себеппен аборт жасаса, үстінен қылмыстық іс қозғалып 2,5 жылға дейін сотталуы мүмкін. Ал дәрігер жүкті әйел келісімінсіз ота жасаса, 6 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Лихтенштейнде заңсыз аборт жасатқан ана 1 жылға сотталады. 2011 жылы бұл ел аборт жасатуға толық рұқсат бермекші болған, алайда заң қабылданбады. Ал Біріккен Араб Әмірлігінде түсік жасатқан әйел қамшымен 100 рет соққы алады және 5 жылға сотталады. Европалық одақ елдерінің ішінде Мальта абортты заңдастырмаған жалғыз мемлекет болып қала береді. Бұл мекенде аборт жасағандар үшін жазаны полиция таңдайды. Ватиканда аборт жасауға толық тыйым салынған. Бұл елде эмбрионның өмірін тоқтату кісі өлтірумен тең. Қазақстанда жүктіліктің алғашқы 12 аптасында аборт жасауға рұқсат етіледі. Осы кезеңнен кейін жүктілікті тоқтатуға тек ерекше жағдайларда ғана жүзеге асырылады. Мысалы, егер әйел тұрмысқа шықпаған болса, немесе ажырасса, сондай-ақ оның күйеуі жүктілік кезінде қайтыс болса, аборт жасауға болады. Қоғамдық пікірді зерттеу орталығы 4360 жасөспірім арасында әлеуметтік зерттеу жүргізді. Нәтижесінде 16,7% жүкті болғанын хабарлаған.
Мәліметтерді талдау және өңдеу бөлімінің басшысы Айжан Шабденованың айтуынша, 22 қыз түсік жасатқан, оның 2% процедураны үйде жасаған. 2020 жылғы наурызда Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 16 жастан 18 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасындағы абортты олардың ата-анасының қатысуынсыз заңдастыруды ұсынды. Дегенмен бұл ұсынысты көбі қолдамады. Мәселен, заңгер Айман Омарова жыныстық зорлық-зомбылықтың тез өсуіне байланысты ата-анасының рұқсатынсыз түсік жасатуды заңдастырмаған дұрыс дейді. Соңында бұл заң мақұлданбады. Сондықтан жүкті жасөспірімге медициналық көмек бұрынғыдай ата-анасының біреуінің қатысуымен ғана көрсетіледі. Кейбір діни өкілдерінің пікірінше, түсік жасатудың азаюы демографиялық көрсеткіштерді арттыруы мүмкін. Дегенмен осыған қарамастан жүктілікті тоқтатуға тыйым салу әйелдерді қауіпті шараларға жүгінуге итермелейді, және оның салдары да өте қауіпті болуы мүмкін. Ал сіз көрермен, аборт жасатуға қарсысыз ба? Арнамыздың комментарий бөліміне өз пікіріңізді қалдырып, лайк басып, арнамызға жазылыңыз.